Арне сәлем, сіздермен бірге мен Шырай және менің қонағым Сая. Сая, сәлем, көңіл күйің қалай? Шырай, сәлем, көңіл күйім жақсы. Өзіңді көрермендерімізге таныстырып өтсең, жасың нешеде, нешінші сынып оқисың? Менің жасым 12-де, 6-шы сыныпта оқимын. Жас тілші ретінде өзіне қойылар талаптар бар. Ол камера алдында өзіңді лайықты ұстау. Сен өзіңді еркін ұстанасың ба, әлде бәрібірде қобалжулар бола ма? Әрине, алғашқы түсірілімдерде болған. Ал дәл қазір ондай қатты қобалжу жоқ. Алдағы уақытта дәл солай болады деген ойдамын. Қай пәннен көбінесе қиналасың? Ол пән саған несімен қиын? Қазіргі сәтте мен математика пәнінен қиналамын. Өйткені онлайн сабақтар болған үшін қиындықтар пайда болады. Сая, сен қай қырынды дамытқың келеді? Менің дамытқым келетін қырларым көп. Журналистика, актерлық шеберлік және блогерлік. Арман мақсаттармен бөлісші, алға қойған мақсаттарың бар шығар? Иә, әрине. Менің алдағы мақсатым 11-де грантқа бітіріп, журналистика мамандығына түсу және жоғарыда айтқан армандарымды жүзеге асырғым келеді. Сырт көзге сен ұяң сияқты көрінесің, бірақ сен өзіңді қалай сипаттар едің? Негізі, мен өз ортамда ұяң адам емеспін. Мен жаңа ортаға тез бауыр басып кете алмаймын. Тәлімгеріміз кітап оқу мәселесін жиі көтереді. Оған қалай қарайсың? Сен негізі кітапты сүйіп оқыған кездерің болды ма? Иә, арасында мен кітап оқимын. Менің сүйікті кітабым ол Холли Вебтің Мэйси Хитчинс деген кітабы. Ол детектив туралы. Сенің адал достарың бар ма? Жалпы өзің достыққа адалсың ба? Негізі, қазір адал дос табу қиын. Бірақ менде адал достарым бар. Және де мен оларға адал боламын. Болашақта ата-ананың үмітін қалай ақтау керек деп ойлайсың? Болашақта мен ата-анамды Меккеге апарғым келеді. Сая, сұхбатына көп рахмет. Достар, бүгінгі айдарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.